Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі біздің обзорда Қытайдың ең қызықты және стильді смартфоны десек те болады. Моделі бізде Vivo V23. Коробкасының өзіне қарай кетсек, коробкасының өзі прям ерекше көрінеді. Сразу байқалады телефонның коробканың ішінде арзан телефон жатқан жоқтығы байқалады, яғни қымбат телефон. Бізде қандай версия? 128 гигабайттық версиясы, цветі Sunshine Gold, то есть қазақша айтқанда алтын түсті версиясы. Коробканы ашып қарайық. Так, бізде смартфонның өзі. Смартфон қарастыра кетейік сразу. Так, фокусировка. Түріне қарай кетсек, түрі әрине сразу iPhone еске түседі. 12-ші iPhone, 13-ші iPhoneға ұқсайды. Жалпы қарағанда байқадыңыздар ма? Арты да, шеттері де, асты да теп-тегіс болып жасалынған. Еш жері иілмеген, еш жері былай айтқанда оралмаған ше, былай, тік жасалынған. Артының өзі, так, фокусировка дұрыс істемей тұр. Мынау бізде шеткі рамкасы металдан жасалынған. Арты стекло противоударное. Және бұл бізде покрытиесі матовое, яғни саусақтың ізі қалмайды. Және былай саусақпен ұстаған кезде приятное ощущение болады ше. Антеннасы көп, байқаған шығарсыздар. Сол жақта, оң жақта, то есть бір-екі антеннасы бар. Астында бір антеннасы, сол жақта екі антеннасы, и жоғарыда екі антеннасы бар. Неге көп антенна деген сұраққа жауап бере кетейін. Өйткені біріншіден бұл смартфон 5G интернетті поддерживать етеді. Екіншіден ойын ойнаған кезде сеть жақсы жұмыс істеу үшін осынша көп антенна қойған. Мысалға обычно ойын ойнаған кезде подростктар, оқушылар ойнаған кезде телефонды осылай ұстайды екі қолмен. Сол кезде сол жақтағы жоғарыдағы антеннамен оң жақтағы, яғни астындағы антенналарды жауып тастайды. Сол кезде астындағы антенналар, жоғарыдағы антенналар арқылы 4G, 5G интернет жақсы жұмыс істейтін болады. Так, жалпы мына цветінің өзі қарасаңыздар, міне қазір тіке қарасақ алтын түсті болып тұр. Былай кішкене былай қарасақ байқаңыздар ма, мінекі цветі кішкене көкшілдеу болып тұр. Қою жасыл. Ол не деген сөз? Ол деген сөз, бұл телефон артқы стеклосы жай стекло емес, фотохромное стекло. Мына жерде жазылған фотохромное стекло деген, ол күннің астында мына алтын түсті қою жасыл түске айналып кетеді. Неге күннің астында? Өйткені күннің көзінде ультрафиолетовое излучение бар. Сондықтан мен сіздерге қалай өзгеретіндігін көрсету үшін арнайы ультрафиолетовый фонарик заказ қылдым. Соны сіздерге сразу көрсете кетейін. Ол мынандай коробканың ішінде. Так, ішін ашып көрейік. Даже мінеке қазақ деген жазуы бар. Өзіміздің. Мынау бізде фонариктің өзі ультрафиолетовый. Так, қазір как раз тексереміз.
қазақ деген түрі бар, және бізде мұнда неме, бізде ою бар екен. Алдымен қазақ дегенді не қылып көрейік. Жаңа күннің астында өзгереді дедім ғой цветі. Қазір енді біз фонарик арқылы ультрафиолетовый телефонның артқы крышкасының цветін өзгертеміз. Так, телефонды орналастырып алайық жаңа крышкасына. Мына пластмассаны. То есть күннің астында телефонмен жүрген кезде телефонның артқы крышкасы алтын түстен қою жасыл түске айналып кетеді. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Так, фонарикті өшірейік. Сонымен. Так, көрдіңіздер ме? Артқы цветі өзгерді. Так. Жай мына саусақты қойып бас көрейікші ғана. Түсіріп. Иә, достар. Күннің астында цветі осында қою жасыл цветке айналып кетеді. Видеоның соңында ұмыт кетпесем, мұна тоже байқап көреміз. Осылай қойып, фонарикпен түсіріп, қарап көреміз. Айтпақшы, мұна жазу цвет 2-3 минуттан соң жоқ болып кетеді. То есть телефонның бастапқы цветі өз қалпына келеді. Так, тағы не айтсам болады? Алдың камерасы екеуі. Ең бастапқы камерасы 50 мегапиксел, және екінші камерасы 8 мегапиксел. Широкоугольная камера. Артқы жағына келетін болсақ, артқы мына жері де металдан жасалынған. Камерасы 3. Ең бастапқы камерасы 64 мегапиксел мына ортада. Содан соң 8 мегапиксел широкоугольная камера, және макро камера, кішкентай ғана камера 2 мегапиксел. Вспышкасы 2 вспышкасы бар артында. Так, телефонды қосайық. Сразу 5G деп шықты. Өйткені телефонның процессоры поддерживать етеді. Қолға өте ыңғайлы. Пока қосам дегенше қандай заттар бар екенін түсіндіріп кетейін жан-жағында. Так, телефонның астында сим-карта салатын жері бар. Микрофоны, зарядка тағатын жері, және мына вход арқылы, радиом арқылы наушник тығуға болады. Наушник тығуға арналған жер ғой еще. Өйткені 3,5 дюйма не жоқ ше, радиом жоқ ше диаметрлі. То есть, мына жерде бізде бұл динамика. Динамикасы екеу емес, біреу ғана астында ғана. То есть, сізге біреу звондаса, мына астынан шығатын болады. Телефон оң жағында. Так, кнопка блокировки бар мына астында. Және громкості дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкалары. Жоғарыда екінші микрофон, ал сол жақта түк ештеңе жоқ. Так, телефон осылай. Экран осындай. Разблокировать етейін. Бұл телефонды мен қолданғаныма 1 айдан асып кетті, по-моему. Неге 1 айдан соң түсіріп тұрым деген түсіріп тұрым деген сұраққа жауап бере кетейін. Өйткені енді просто мақтай салған болмайын дегенім ғой. Қолданып, қолданыста минусы болса минусын айтайын, плюсы болса плюсын айтайын деген мақсатта 1 айдан соң түсіріп тұрмын. Жалпы сразу көрсететін затым ол мына оболочкасын көрсетейін. Так,
Қараңыздар, бұл жерде коробкада алған кезде коробканың ішінен уже телефон 12-ші Androidпен келеді. Оболочканың өзінің атауы Fan Touch деп аталады, 12-ші версия тоже. Процессоры Dimensity 920, 2,5 ГГц. Оперативная память 8 ГБ, мұнда плюс еще 4 ГБ қосылады. Сонымен 12 ГБ болады. Өзінің памяті 128 ГБ. Жалпы мына экранына қарасақ, экраны размері 6-да 44 дюйм, Full HD және частота обновления экраны 90 Гц. 90 Гц қалай қоямыз? Қазір көрсетейін сразу. Настройка кіресіздер, экран. Содан соң частота обновления экраны 90. Бірақ сразу айтайын, 90-ға қойсаңыздар, зарядка кішкене тездеу кететін болады. Сондықтан алдын ала ойланып алыңыздар. Тағы қандай қызығы бар? Так, экранын айттым. Динамикасы астында ғана бір динамика. Айтпақшы, мына сим карта салатын жері 2 сим карта салынады. Флешка салынбайды, сразу айтайын. Так, жаңа камерасын қосып көрсетейін. Бірақ алдымен бір затты тауып алу керек еді негізі ше. Так, қандай зат? Мысалға мынандай зат. Так, камерасына кірейік. Мұнда тұрған мынау основная камера 64 мегапикселға. Бұлай таңдауға болады еще бассаңыз, высокое разрешение таңдасаңыз 64 мегапикселдік пайда болады. Фото түсіреміз. Фотоға жақсы түсіреді. Так, артқы камерасы 64 мегапиксел. Мұнда еще 0,6 деп тұрады, қараңыздар. Камера фокусировка болмай жатқан емес. 0,6, мұнда уже широкоугольная камера қосылады. Мынау обычная камера болса, мінекей, допустим, широкоугольная камера қоссам, и сонда бүкілі сыйып кететін болады. Так, және үшінші камераны қосу үшін мына жерде макросъемкаға арналған камерасы бар, басамыз. Супер макро, ол не деген сөз? Ол жақын жерде фотоға жақсы түсіреді деген сөз. Мысалы, міне өте жақын расстояниеде ұстап фотоға түсіруімізге болады. Мысалға, алтынның кішкентай жазуын көру үшін осы үшінші камераны қолдануға болады. Видеоның качествосы, қандай качество снимать ететінін сразу көрсетейін. Так, Full HD 60 кадрда түсіруге болады. 4К 30 кадр. Так, алдың камерасын көрсетейін. Мен өзім түсірмеймін, сразу айтайын. Өйткені мен ұялшақ адаммын. Алдың камерасына қараңыздар. Жоғарыда 2 вспышкасы бар. Қазына обычная камера қосылып тұр. Алдыңғы камера 50 мегапикселдік. Мұнда 0,6 дегенге бассақ, широкоугольная камера қосылады. Екінші. Қараңыздар, қазір басам. Так, міне широкоугольная камера. Обычная камера бассам, одан жақын түсіреді. Так, камерасын көрсеттім. Енді программаларға кіріп көрсетейін. AIDA 64. Мұнда не көрсететін? Характеристикаларын көрсетіп шығады AIDA 64-те. Мұнда біз көріп тұрмыз оперативная память 8 ГБ екенін. Так, өзінің памяті 128 ГБ.
центральный процессор қараңыздар. Бұл жерде MediaTek Dimensity 920. Бұл енді ашығын айтқанда MediaTek болса да, ойындарды жақсы тартады. 8-ядерный, 6 ядросы A55, 2 ядросы A78, 6 нанометровый процессор, жаңадан шыққан жақсы процессор прям. Так, одан кейін бізде экраны Full HD 90 Гц. Жақсы экран, AMOLED экран ғой. Так, мұнда енді батарейкасы айтпақшы 4200 мА. Я, аздау болып келеді. Қазіргі таңда неге мұнда 4200 қойды? Өйткені телефон тонкий болу үшін, қолға ұстауға ыңғайлы болу үшін осындай 4200 қойды. Және егер сіздер ойын ойнамасаңыздар, бұл 4200 мА деген сөз, ол бір күнге, 1,5 күнге спокойно шыдап береді. Айтпақшы, мына кнопка блокировки әрі басқан кезде мұнда обойы өзгеріп отырады. Интернеттен өзі. Так, отпечатка пальца экранның ішінде, оң жақта емес, экранның астында мінекей. Қазір мен басып көрсетейін. Басам, сразу разблокироваться етіледі. Қараңыздар. Басам, көрдіңіздер ме? Разблокировка по лицу тоже бар. Так. Экран қанша касание поддерживать ететін көрейік. То есть, қанша саусақты бір уақытты поддерживать етеді. Соны көру үшін мына мультитач деген программаға кіреміз. 100 қойық. Так, бір саусақты, 2, қанша саусақты сезетінін көрейік. Так, қанша 10 саусақты сезеді екен бір уақытта. Так, бұл телефон еще NFC-ді поддерживать етеді, бесконтактная оплата. Соны осы программа арқылы тексеруге болады. Галочка шықты, яғни телефон NFC-ді поддерживать етеді деген сөз. Содан соң Antutu'da көруге болады. Тестировать дегенге басайын, бұл информация соткаларды қатты тексеретін адамдарға пайдалы, қызықты. Сондықтан бұл процесті мен өткізбегенім дұрыс. Если что, сіздер кішкене тез өткізіп жүрсеңіздер болады. Егер бұл сізге керек емес болса, Antutu туралы информация. Телефон тексеріп болам дегенше, оған дейін мен комплектациясын көрсетіп тастайын смартфонның. Так, мұнда бізде смартфон жатқан болатын. Мұндай кітапшалары. Силиконовый чехолы бар. Качествосы жақсы, бірақ уақыт өте келе мына чехолы сарғайып кетеді. Мен қанша бір айдан асты, по-моему, 1,5 айдай болды. Уже чехолдың цветі кішкене өзгеріпті уже. Ну, если что, Алиэкспресстен или Wildberries'ден чехол, стекло заказ қылсаңыз болады. То есть, мына чехол комплектісінде. Блок питания. Бізде бұл блок питания 44 ваттқа. То есть, телефон тез зарядталатын болады. Жарты сағатта примерно 70-80% болады. Так, мұнда USB Type-C. Кейбір кісілер түсінбей жатады, сондықтан ашып көрсете салайын. Type-C деген сөз мұна соткаға тығылатын шнуры.
мынандай дөңгелек болып жасалынған. То есть сіз кез келген жақпен былайда соткаға зарядка етіға берсеңіз болады. Особенно бұл түнгі уақытта удобно. Сотканы зарядка қойған кезде қарап жүрмейсіз ше. Вот. Тағы комплектісінде не бар? Комплектісінде мынандай кілті бар. Сим картаны ашу үшін. Сосын мынандай наушнигі бар. Әр құлағында 2 тесігі бар, звучаниесі жақсы болады. Қараңыздар, мұнда мән беретін жайт. Ол мына сотка тығатын жері, мынандай, наушниктің несі, сотка тығатын жері дөңгелек болып орналасқан. Бұл смартфонда қараңыздар, бұндай тығатын жері жоқ. Не істейміз? Бірақ Vivo компаниясы сразу телефонға мынандай переходник салып жүрген. Яғни мына дөңгелекті мына жерде мынаған тығасыз. Содан соң қазір ашып көрсетейін сіздерге түсінікті үшін. Так, былай ғой. Мына жерге тығасыз екеуін бірге. Сосын мына жерде телефонға тықсаңыз, звугыңыз мына наушниктен шығатын болады. Качествосы мықты. Былай қарасақ, Vivo компаниясы аксессуарларды вообще аямайды екен, шыны керек. Комплектісінде бүкіл заты бар, чехолына дейін. Прям күшті. То есть комплектісінде қараңыздар. Тағы көрсетуге кетейін. Переходнигі бар, наушнигі бар. Блок питания 44 ваттқа тез зарядтайды. USB шнур Type-C. И сим-карта салатын, сим-карта салатын жерде ашатын кілті. Еще бізде чехол бар айтпақшы. Чехолы силиконовый обычный, бірақ прям жақсы чехол. Бұл чехолдың ұнаған жері, ол мына телефонның алдына кішкене шығып тұрады. Сосын мына жерде мынандай несі бар, зубчик дейма, не дейді. То есть былай ұстап тұрады телефон. Даже қатты құлатып алсаңызда, телефон мен чехол екі жаққа бөлініп кетпейді. Качествосы жақсы. Так. Телефон әлі загрузка уже тұран тұты. Тексеру жатыр телефонда. Оған дейін біз еще не қарай аламыз. Бағана артқы жазу уже полностью кетіп қалыпты. Енді біз екінші, бағана біріншісінде біз қазақ дегенді салып едік қой, тексеріп едік. Енді мынандай екінші түрін байқап көрсек болады. Уақытты босқа құртпай, екіншісін салып, сурет салып көрейік. Так, байқамай админнен бас жүрмесем болды мен. Загрузка кетіп жатыр. Так, аккуратно жасайын. А то обидно болады, админнен бас жүрсем байқамай. Ойбай. Нормально все. Так, былай қояйық. Мынандай фонарикті, ультрафиолетовый фонарикті сіздер Алиэкспресстен или сол Wildberriesден заказ қылсаңыздар болады. Или күннің астына шықсаңыздар, цвет өзгеріп кетеді ғой. Даже сатып алып ақша құртпасаңыз да болады. Былай тексеріп көрейік енді. Так. Цвет өзгеріп жатыр ма өзі? Енді өзгерген шығар. Қарап көрейік. Опа. Телефонның цветі өзгеріпті. Базар жоқ. Так, мұндай бірдеңе салып көрейікші ғана тағы. Мысалға, допустим, былай.
О-хо-хо-хо. Вообще күшті. Так. Бұл енді біз мына артқы жағы сурет салу үшін арналмаған. Ол просто жай күннің астында полностью цветі өзгерсін деп арналған зат қой енді. Просто сіздерге көрсету үшін заказ қылған болатынмын мына фонарикті. Даже қараңыздар, сразу на месте цвет өзгереді. Прям күшті. Так. Так, бізде Antutu тексердім, көрейікші ғана. Загрузкасы бітпеген екен. Если что, сіздер YouTube қой, енді YouTube'ға осы видеоны қоямын. Кішкене өзгеріп, алдаға өткізіп жіберсеңіздер болады. Уақытты құртпас үшін. Жалпы бұл телефон енді қымбат көрінетін телефон ғой. Бағасы 250 мың теңге тұрған менен. Бұл телефон как будто 500 мың теңге тұратын телефондарға ұқсайды. Дизайны жағынан, материалы жағынан. Бұл телефонмен егер де сіздер чехолсыз жүретін болсаңыздар, айналадағы адамдар бір қарап байқап қойса, тағы қарайтын болады, қызығатын болады. Өйткені мұндай телефондар редко кездеседі. Вот. Бір кісілер маған даже тақалып сұраған, қандай телефон мынау деп, айфонға ұқсамайды ғой. Айфон емес қой дегенше. Былай білетін адамдар, айфонды білетін адамдар байқайды, бұл айфон емес екенін. Бірақ дизайны интересный болғандықтан ол кісілерге қызықты. Так, 90%. Түнгі почти бір болып қалды, 20 минут қалды. Просто сіздерге видеоны түсіріп көрсетейін дегенім ғой. Жалпы қандай смартфон деген. Маған көп сұрақтар қойылады. Что за смартфон деп сұрайды менен танитын кісілер. Сол кісілерге арнап осы видеоны түсірдім негізі. Экранның цветопередачасы прям жақсы. Antutu тексеріп жатыр. Бұл телефонда бағана ең басында айттым ғой, оболочкасы фантач деп. Көп кісілер түсінбеген шығарсыздар. Түсінікті тілде айтсам, бұл телефонды алсаңыз, енді именно осы телефон тупить те қоймайды. Былайша өмірде қолданыста. Осының алдында менде iPhone 12 mini болған. Сатып алдым. Бір айдың ішінде бір емес, даже бірнеше рет кішкене телефон қуып, там бір жер ошибка шығып, бір жер істемей қалған жағдайлар болды. А бұл телефон қанша қолданып, бір айдан асты, 1,5 ай болды ма, болмады ма білмедім. Еш жер тупиттамады. Так, Antutu'да бізде қанша балл? 427.794 балл. Бұл ето мен мұнда әртүрлі ойындар қылғанмын. Әртүрлі программалар қосылып тұрыз. Сондай нагрузкамен 427 мың жинап тұрыш. Ал егер программалар болмаса, бұл где-то 450-470 мың очко жинайды. Сразу айтайын. Так. Еще бұл телефонның Vivo'ның арнайы программалары бар. Қазір көрсетейін. Қайда кетті?
iManager деген программасы бар. Бұл жерде біріншіден памятті босатуға болады, освобождение места. Кірсеңіздер, мысалы менде доступно 128 гигабайттан 63,8 гигабайт қана бос ше. Астына қарасаңыздар, не, загрузка етіп жатыр. Очистка снимков 1,4. Былай айтқанда керек емес заттарды өшіріп тастауға болады. Осы программа арқылы. Өзінің антивирусы бар бұл жерде. Міне вирус и трояны. Бүкілін тексереді, вирус болса тауып, өшіріп тастасаңыздар болады вирустарды. Управление трафика. Так, мұнда интернетті енді не қылсаңыз болады, енді бағалап, контролировать етіп отырсаңыз болады. Полезные инструменты, да, мұнда күшті заттар бар. Шифрование приложение деген сөз, ол программаларды заблокировать етіп қойсаңыз болады. Отпечаток пальцамен или кодпен, то есть бөтен біреу сіздің мысалы WhatsApp-қа или там Instagram-ға кіргісі келіп кетсе, кіре алмайды, ол жерде пароль или отпечаток пальца қою керек. Әртүрлі қызықты программалар бар. Клонирование приложение, ол 2 WhatsApp, 3 WhatsApp жасауға болады. Ол мендегідей мысалға міне көріп тұрсыздар ма, міне WhatsApp деген міне жоғарыда тұр, оң жақ мынау. Және міне екінші WhatsApp ағылшынша екінші деп тұр. 2 WhatsApp жасап алғам. Жалпы басқа не айтайын? Так, камерасын бүкілін айттым. Енді телефон енді мықты, енді басқа не айтарын білмеймін, шыны керек. Алғаныма өкінген жоқпын. Качествосы мықты. Шустро жұмыс істейді. Қолға да удобно. Түнде де фото түсетін болсаңыз, жақсы качествода түсетін болады. Түсіретін болады. Жалпы айтарым осы. Осы видео сіздерге ұнаса, онда осы видеоға лайк басыңыз, комментарий жазыңыздар, подписаться етіңіздер. Енді бірдеңе істеңіздер, енді мен сіздерді көретіндей. Жалпы адам көре ме, көрмей ме деген сұрақ қой. Или бостан босқа түсірдім ба бұл видеоны деген сұрақтар туындайды. Қызықты болса, болашақта басқа смартфондар туралы видео түсіретін боламын. Ал енді жақсы сау болыңыздар.